Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Арна пайдалы болса тіркеліп колокольчикті басып кетіңіз. Мен негізі күнделікті тірлігімді сіздерге жіберемін. Бүгін 700 форманы қалай тапсыру екенін сіздерге көрсетемін. Бірінші подать документті басып, одан кейін 700-ді тересіз да, сосын найти-ді басасыз. Найти-ді басқаннан кейін декларация налогу, транспортное средство, осыны басасыз. Яғни қай жылға? Біз 2025-ке тапсырайын деп жатырық. 2025-ті тапсырамыз. Енді соны подать дейміз. Енді мына жерде вид декларация, яғни біз алдында тапсырып жүрген нәрсе очередная деп белгілейміз. Одан кейін мына жерде егер сізде ИП жоқ, тек қана частный лицо болса, міне осыны белгілейміз. Обязательно бұны белгілеп кетеміз. Одан кейін мына жерде қайсы земельный налог па, транспорт қайсы, яғни земельный налог. Осыны белгілеп кетеміз. Одан кейін далені басамыз. Мына жерде енді жазсақ болады. Сосын мына жерде добавить строку деп, мына жерде кадастр номерін жазамыз. Кадастр номері гектар емес, яғни земельный участок болған екенімізде квадрат метр болады. Осының бәрін жазамыз. Одан кейін мына жерде кодын жазамыз. Яғни бұл жерде бізде земельный население пунктап жазамыз. Мына жерде 0 десек болады. Енді оны сохранить дейміз. Ары қарай далені басамыз. Далені басқаннан кейін мына жерге сумма өзі жазылады. Так, мына жерге. Так, бұл жерде қажет жоқ. Сосын ары қарай дале басамыз. Далее басамыз. Мына жерде төлейтін сумманы жазамыз. Яғни біз ай жылына налогқа 129.141. Оны есептеу қалай? Бұл 129.141 шықты. Келесіде сіздерге түсіндіріп айтып беремін. Болмаса, уақыт болса, осының соңында айтып түсіндіріп беремін. Енді өзім жерде код жазып тұрады. Енді соны сформировать дейміз да. Сәл күтеміз. Күткеннен кейін барып, міне жерде бәрі шығып тұрады. Енді осыны подписать дейміз да, керекті. ЭЦП-міз таңдап, паролін жазып, ары қарай жібереміз. Қол қою, міне декларация. Жаңа түсінікті болды ғой. Енді 2024-ке тапсыр десе, қайтып соны тереміз да, найти-ді басамыз. Бірінші подать документі 700 форманы тереміз да, найти дейміз. Міне жерде 2024-ті белгілейміз. Подать дейміз. Очередная. Міне жерде не имеет, яғни ипсы жоқ дегенді белгілейміз. Міне жерде белгілейміз. Ары қарай далені басамыз. Далені басқаннан кейін мына жерге добавить строку басамыз. Кадастр номерін жазамыз. Квадрат метр жазам. Площадь участка жазамыз. Мына жерде земельный население, бұл жерге 0 деп жазамыз. Ары қарай сохранить дейміз. Далее. Так, транспорт жоқ бізде. Далее дейміз да. Ары қарай мына жерде қанша төлейтін жазамыз. Так. Сосын далее. Мына жерде несу ответственность сформировать дейміз да. Сәл күтеміз. Күткеннен кейін барып, міне. Так, бұл бізде 2024-ке подписать дейміз да. Керекті ЭЦП-мызды паролін жазып. Сөйтіп, міне декларациямыз. Мынау 2024-ке міне тексереміз. Міне 2024-ке. Одан кейін мынау 2025-ке тапсырылған біздің декларациямыз. Міне. Болды, осымен бітті. 700 форманы естіп тапсырамыз. Жақсы, сау болыңыздар. Егер де арна ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Рахмет.